Ишғал етілген Қырымның Чанғар кечеш ноқтасында декабрьнің 12-сінде Украина ватандашы Қырым татар фаалы Эдем Бекиров тұтылды. Қырым татар халқының милли меджлис рейсі Рифат Чубаров Facebook сәйфесінде хабер еткеніне көре Эдем Бекировға Русия тарафындан тейінленген адвокатның огунды қабатлав сәслендірілді. Бұның еле язы қалану вақтында Эдем Бекиров күн ичмек керек олған иләжіларнен чантасы о кеткен машина айдавжысына қайтарылғаны қында білдірілі. Милли меджлис рейсінің муавины Нариман Джелал Facebook сәйфесінде сынырламат етбірі бүгін Кремль незареті алтындаки Ақмежет Киев район махкемесінде иляны тележегі аққында хабер етті. Хатырлатамыз, декабрьнің 12-сінде Эдем Бекиров қанунсыз суретті илхақ етілген Қырымға кірген вақтында Русияның мақсус қызметлері тарафындан тұтылды. Қырымға о 78 яшындаки анасына ве ақырабаларыны зиярет етмек үшін ел тұтайды.